Қыздар, бүгін біз сендерден мына алдымызда тұрған тарыдан зерттеу жұмысын жүргізетін боламыз. Тарыны зерттеп қана қоймай, ұлттық тағамдарымызды жасайтын боламыз. Мынау алдарында тұрған ненің дәні? Ненің дәні? Айта ғой, Амина? Тары дәні. Мынау қандай тары? Шикі тары. Шикі тары. Оның түсі қандай? Сары. Сары. Ал мынау қандай тары? Қуырылған тары. Қуырылған тары. Оның түсі қандай? Қоңырқай. Қоңырқай. Амина, сен бүгін тарыдан не жасайтын боласың? Айта қойшы. Тарыдан не жасайсың? Айта ғой. Не жасайсың? Майсөк жасайсың ба? Талқан жасайсың ба? Не жасайсың? Талқан. Талқан жасайсың. Оны қалай жасайсың? Ішке салып талқан істеймін. Өте жақсы. Ал Каусар, сен бүгін талқаннан не жасайтын боласың? Мен Қандай талқан жасайсың? Сықпа тары жасайсың ба? Талқан жасайсың ба? Әлде шылама талқан жасайсың ба? сламада Шылама талқан жасайсың. Оған не қосасың? май, Май, сүт қосасың. Және оған дәмін келтіру үшін не қосуға болады? қант. Қант қосуға болады екен. Өте жақсы. Ал Каусар, сен не жасайсың бүгін? Не жасайсың? Мен Не жасайсың? Майсөк. Майсөк жасайсың. Майсөкті қалай жасайсың? Майсөкті қалай жасайсың? Тарға ол үшін не қосылады? Айта. Сүт құямыз. Сүт құямыз. Және май салып. Май салып. Оны істейміз одан кейін. Қыздар, көмектесіп жіберіңдерші. Тарға сүт құямыз, май саламыз. Одан кейін оны не істейміз? Шайқап қоямыз ба, әлде бұқтырамыз ба? Бұқтырамыз. Өте жақсы. Олай болса, Аминаға тарыдан салып мен көмектесейін, үккішімен тарыны үгіте берсін. Ал Каусар, сен ыдысыңа талқаныңды салып, шылама талқаныңды кірісе бер. Каусар, сен болсаң өзіңнің майсөгіңді жаса. Майсөгіңді жасай ғой. Қыздар, сендер жұмыс жасап жатқанда, мен де қарап отырмай, талқаннан мынандай сықпа талқан жасайтын боламын. Оған мен майды, қантты қостым. Неліктен деп ойлайсыңдар? Май талқанымыздың басын біріктіріп тұрады, иә? Ал қант оның дәм беріп, қаттылығын ұстап тұрады, тығыздығын. Кәнекей, өте жақсы. Ал мен Каусарға сүт құйып көмектесейін. Каусар шылай берсін. Абайлап шылай ғой, балам. Міне, май салып берем. Қане, ала қойшы қасығымен. Өте жақсы. Ал Каусардың тарысын майсөк жасап, біз сүт құйып дайындаймыз. Қазір оған да май саламын. Өйткені бұл атына қарай майсөк болып тұр, иә, қыздар? Өте жақсы. Шылай ғой. Каусардың осыны не істейміз енді? Бетін жауып, не істейміз? Бұқтырып қоятын боламыз, иә? Бетін жауып, қазір бұқтырып қояйық. Олай болса, сенің тарың бұқ болғанша, сен маған сықпа құртты жасап көмектесе ғой. Каусар? Сықпа талқан жасай қойшы менімен бірге. Ал Амина, сенің талқаның қандай болды? Талқан болды тарың, иә. Енді қандай өзгеріске ұшырады? Көрші, қандай өзгеріске ұшырады? Шашырап тұрма, әлде жабысып тұрма қолға? Жабысып өзгеріпті, иә? Біздің сусылдап тұрған тарыбыз жабысып өзгеріпті. Өте жақсы. Қыздар, бүгін біздің жасаған жұмысымыз, міне, Аминаның талқандаған тарысы талқанға айналды. Каусардың талқаны шылама талқан болды, және ол қоюланды. Ал біздің Каусардың дайындаған майсөгі көпсіп тарымыз майсөкке айналды. Менің жасаған сықпа талқаным мынандай маймен, қантпен өзгеріп дайын ұлттық тағамдар болды. Сендерге бүгінгі зерттеу жұмысы ұнады ма? Өте жақсы. Маған да ұнады. Рахмет сендерге, қыздар. Жарайсыңдар.